Жаңа таксовать етуге шыққам. Мен келе жатқан көше главный болғандықтан қатты жүріп келе жаттым. Қайдан шыққанын білмеймін, бір қуыстан жасыл Тойота атып шықты. Ішінде жап-жас бала. Тормоз басқанмен болмады сол. В общем, авария жасадыңдар. Кінәлі жас бала. Сол ғой. Бірақ ай шақырмадым. Жедел жәрдем шақырған, бірақ олар келгенше мына бала кетіп қала ма деп. Жақын маңда сіздердің ауруханаларыңыз болған соң осыны алып келдім. Келгенімізге 1 сағат болды, бірақ врачтар ақша бермесеңдер операция жасамаймыз деп отыр. Ну что? Бұл мемлекеттік емхана емес. Бұл частный. Біз осы операциядан түскен ақшаға күн көріп отырмыз бауыр. Түсінем аға, бірақ менде дәл қазір $2000 ақшам жоқ. Жаңа айттым ғой сізге, бала шағамды таксимен асырап отырмын деп. Жоқ, неге сен төлеуің керек? Баланың ата-анасы. Солар төлесін. Жанар, маған жаңадан түскен пациентті қарап жатқан дәрігерді шақыршы. Сонда маған не істемексіз? Не істе дегенде аға? Сіздер операцияны бастай берсеңіздер. Мен баланың ата-анасын тауып түсіндіріп айтып, өздері ақшаларын әкеп береді. Аға, түсінің шынымен де қиын жағдайға тап болып отырмын. Өзіңіз мен норма қойып көріңізші. Менің басыма түскен сізге де түссе. Неғып түседі? Никогда түспейді. Сен одан дана баланың туыстарыңызды қалай табасың? Бағана медбикелер баланың құжатын берген. Азат Каримович, шақыртыпсыз? Ая, кел отыр. Арайман асыңа жағдай былай болып отыр. Сіз қабылдаған бала автокөлік авариясына ұшыраған екен. Мына қыздың айтуына қарағанда бала өзі кінәлі сияқты. Операцияға төлейтін ақшам жоқ деп отыр. Не істейміз? Жасайсыздар ма, жасамайсыздар ма? Ана жақта бала өлейін деп жатыр, ал мұнда сіздер ақша туралы әңгіме айтып отырсыздар. Кешіріңіз, айғайламаңыз, сабыр сақтаңыз. Бұл айғайлайтын сіздің үйіңіз емес. Бұл жер емхана. Қайдағы емхана? Бұл нағыз адам өлтіретін жер. Қойыңыз, тіл тигізбеңіз. Анда анау бала өлейін деп жатыр. Ал сіздер мына жақта өздеріңіз ақ халатты абзал жанбыз деп әңгіме айтып отырсыңдар. Садақа кетіңдер. Еще Гиппократқа ант бердіңдер. Отырыңыз. Отырыңыз. Райман асына, пациенттің жағдайы қалай? Жағдайы мәз емес, ауыр халде. Операцияға өзіңіз қатыспасаңыз болмайды. Көп қан жоғалтты. Айналайындар ау. Жасайсыңдар ма жоқ па? Операцияны жасай беріңдерші, мен сендерге өзім ақшаны тауып әкеп берем. 2 есе қып берем, уәде берем. Жарайды. Біз бұлай істейік. Сіз құжаттарыңызды осына тастап кетіңіз. Біз осында күтіп отырамыз. Ақшаны толық төлегеннен кейін операция басталады. Алло. Я. Арайман ас қызы ма? Осында. Не болып қалды? Жағдай ауырлап бара жатыр? Жақсы, түсінікті. Азат Каримович, бағанан қала ма? Жағдайы ауырлап бара жатқан көрінеді. Дәрігер, сіз маған баланың құжатын беріңіз, мен әке-шешесін тауып алайын. Расымен ақ, мен ант ұрғаным. Антты бұлсықпай орындағанымыз үшін өмірде де, өнерде де бақытты болып, ел арасында мәңгілік даңққа бөленген. Жалған ант беріп, қылмыс жасағандарына ант атсын. Аға, түсінің шынымен де қиын жағдайға тап болып отырмын. Өзіңіз мен норма қойып көріңізші. Менің басыма түскен сізге де түссе. Неғып түседі? Никогда түспейді. Я Аллам, баламды аман алып қалшы. Балам жазықсыз ғой. Бәріне кінәлі мен. Балам үшін керек десем, ақ халатпен мәңгілікке қоштасуға да дайынмын. Я Алла, кешіре қой.